Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қырда қой баққан ел, жүйрік жаратып қымызға бие байлатқан ел. Дәм тұзын нақтай білген, достықты сақтай білген, ешкімге соқтықпай жай жатқан ел. Қазақи қалпыммен, қазақи салтыммен ауыз толтырып айтсақ, ассалаумағалейкум деп басын деймін. Дастарханда 9 емес 90 түрлі тамақ тұр, 8 емес 80 түрлі салат тұр, 7 емес 70 түрлі шарап тұр, 6 емес 60 түрлі арақ тұр. Соның барлығы сіздерге қарап тұр. Сіздер арақ шараптан алып ішіп отыра беріңіздер. Бүгінгі тойда сыйлап келдіңіздер ма, сынап келдіңіздер ма? Бүгінгі тойда сыйлап келдіңіздер ма, сынап келдіңіздер ма? Сыйлап келдік. Бүгін керемет бұсыш той. Бәріміз екі қолымыз көтерекші, бәріміз көтермеген қолтығы жыртып бірен айтып қойын. Екі қолымыз көтерек. Қазір ортаға тойлар келетті, шапала құрып, ысқырып. Апау, протез болса лақтыр жіберіңіз. Ортада Саят ағам мен Айтжан тәтем билеп келе жатыр. Махаббатсыз бұл өмірде кім сүреді? Кеуде тұсын соғып жатыр дүрсін деп. Суретіңді төшіп қойдым, жүрегіме жақын жерде тұрсын деп. Махаббатсыз бұл өмірде кім сүреді? Кеуде тұсын соғып жатыр дүрсін деп. Суретіңді төс қалтама сырап қойдым, жүрегіме жақын жерде тұрсын деп. Рахмет. Бүгінгі тойлардың дастарханы ұнап жатыр ма? Естілмейді. Бүгінгі тойлардың дастархандар ұнап жатыр ма? Даттауы қарасам, столға қарасам, даттауы стакан қоятын орын жоқ қой. Мұна орысқа қонақ болсаң сал жейсін дейді, үнкітіп әкеледі арақ жейсін. Қытайға қонақ болсаң шаян жейсін, шаян жемесең тая жейсін. Мұна корейцке қонақ болсаң етін жейсін, кәдімгідей қой секілді етіп жейсін. Мұна арабқа қонақ болсаң халал жейсін, өзбекке қонақ болсаң палау жейсін. Ал Саят ағам мен Айтжан тәтемнің үйінен қонақ болсаңыздар, не жегілеріңіз келеді, пожалуйста, бәрін жейсіздер. Балық жейсін, тауық жейсін, қол аяғын шауып жейсін, үші оған тоймай қалған пакетке салып жейсін. Сонда да маған неге шапалақ ұрмайсыздар, енді маған нағыл дейсіздер. Қазақ тойлары жасасын, тойлансын, қазақ тойында менке ойнасын. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Бір күні осындай тойға ауылдың кемпір шалы мен қаланың кемпір шалы бір вагонда бір көбейте кездесіп қапты. Сөйтіп жаңа қаланың шалы кемпірінің жағдайын жасап жүр дейді. Шалау басымды оқалаш десе басын оқалап беретін көрінеді. Шалау су ішкім келсе суын әкеп беретін көрінеді. Сөйтіп ауылдың кемпірі шалын айтады дейді. Шал, осы кемпір туып берген баланы мен де туып бердім. Сен неге маған осындай жасамайсың десе, ауылдың шалдары сөзге шешен ғой. Қарап тұрып, чота өзінің кемпір емес ау деп айтады дейді. Әркім өз жан-жарымен келіп отыр.